Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен бүгін вишневый йогуртовый торт дайындайтын боламыз. Шоколадты бисквит, вишневый мусс дәмі ерекше және өте тәтті болып шығады. Сізге ұнайды деп сенімдімін. Келесі видеода шоколадно-творожный торт рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңіз. Бисквитті дайындау үшін сүтке күнбағыс май құйып, осы екі ингредиенттер бізде бір ыдыста болу керек. Содан соң құрғақ ингредиенттерді біріктіретін боламыз. Ұнға какао, қопсытқыш салып, араластырып, жұмыртқа салынып тұрған ыдысты алып, аз жылдамдықтан бастап көбейте береміз. Біздің жұмыртқа масымыз көлемінде ағарып, ұлғайғанша дейін шайқаймыз. Біртіндетіп қант қосып, шымшы тұз салып, араластырып, жаңағы біздің сүтті қоспамызды құйып, араластырып, онды електен өткізіп аламыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Қайнап тұрған ысы суды құйып, тағы да араластырып аламыз. Кальцоны фольгаға орап, противенге қойып, содан кейін біздің массымызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қоямыз. Бисквиттің дайын болғанын тест тазалағышпен тексереміз. Бисквит піскенше мусс дайындайтын боламыз. Ол үшін желатинге таза суды құйып, араластырып, тоңазытқышқа қоямыз. Вишняны блендер арқылы ұнтақтатып, сіздер басқа да жетекті қолдануыңызға болады. Содан соң газдың бетінде ең аз отта қайнататын боламыз. Ысы күйінде ақ шоколад және бүккен желатинді салып араластырамыз. Біздің желатин мен шоколадымыз толығымен еруі керек. Салқын кілегейді қаймақ тәрізді болғанша дейін шайқаймыз. Йогурт қосып, вишневый, малиновый, клубничный йогуртты қолдануға да болады. Міндетті түрде натуральный йогурт болу керек. Сұйық және питьевой йогурт қолдануға болмайды. Вишневый массымызды салып, бір келкі масса болғанша дейін шайқаймыз. Бисквитті толығымен суытып, фольгасын шешіп, кальцодан шығаратын боламыз. Май қосқандықтан бисквитке пропитка қажет етпейді. Содан соң 3 коржға бөліп аламыз. Тортты кальцода жинаймыз. Ацетатный пленканы қойып, бірінші коржға мусты құйып, тегістеп, солай екінші және үшінші коржға мусты бөліп құямыз. Соңында мустың бетін тегістеп, тоңазытқышқа бір түнге қоямыз. Бір түн тоңазытқышта тұрды, кальцоны алып, ацетатный пленканы шешіп, крем декорын дайындауын бастаймыз. Ол үшін салқын кілегейді миксермен шайқап, творожный сыр, сахарный пудрын салып араластырамыз. Крем өзінің формасын ұстап тұруы керек. Одноразовый кондитерский мешокқа кремді салып, торттың сыртына жағып, содан соң тегістейтін боламыз. Безендіруге мен малинаны қолдандым, сіздер қалаған жетектеріңізді қолдануыңызға болады. Мінекей біздің өте тәтті, сондай ерекше тортымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша пісіріп көріңізге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанда дәметкен.